Көп адам өмірін өзгерткісі келеді, бірақ өзгеріс бір күнде болмайды. Нағыз өзгеріс күн сайын жасалатын кішкентай әрекеттерден басталады. Ең үлкен қарсыласың басқа адамдар емес, ең үлкен қарсыласың кешегі өзің. Бірінші ереже тәртіп. Мотивация әрқашан бола бермейді. Кейбір күндері ештеңе істегің келмейді. Дәл сондай сәттерде тәртіп сені алға жетелейді. Көңіл күйіңе емес, мақсатыңа сүйенуді үйрен. Екінші ереже уақытыңды бағалау. Күніне бірнеше сағатты телефонда өткізу өте оңай, бірақ сол уақытты кітап оқуға, жаңа нәрсе үйренуге немесе денсаулығыңа арнасаң, бір жылдан кейін өмірің мүлде басқа болады. Үшінші ереже өзіңді басқалармен салыстырма. Әр адамның жолы әртүрлі. Біреу бүгін жетістікке жетсе, сен ертең жетуің мүмкін. Ең маңыздысы кеше қандай болғаның емес, бүгін қандай қадам жасағаның. Төртінші ереже қорқыныштан қашпа. Қорқыныш дамудың белгісі. Егер бір нәрсе сені қорқытса, мүмкін дәл сол бағытта сенің үлкен мүмкіндігің тұрған шығар. Батылдық қорықпау емес, қорықсаң да әрекет ету. Бесінші ереже кішкентай әдеттерді қалыптастыр. Күніне 10 бет кітап оқу, 10 минут жаттығу жасау немесе жаңа білім үйрену. Аз болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе осы әдеттер үлкен нәтижеге айналады. Алтыншы ереже үндемей еңбек ет. Барлығына жоспарларыңды айтып жүру міндетті емес. Нәтижең адамдарға сенің кім екеніңді сөзсіз көрсетеді. Ең мықты дәлел сенің ісің. Жетінші ереже ешқашан тоқтама. Жолыңда қиындықтар болады, кейде нәтиже бірден көрінбейді, бірақ тоқтамасаң міндетті түрде алға жылжисың. Ең баяу жүрген адамның өзі тоқтап тұрған адамнан әлде қайда алда болады. Есіңде болсын, өмір бір күнде өзгермейді, бірақ бір күн қабылдаған дұрыс шешім бүкіл өміріңді өзгертуі мүмкін. Бүгін өзің үшін кішкентай болса да бір қадам жаса. Ертең сол қадамдарың үлкен жетістікке айналады. Өзіңді жеңе алсаң, кез келген мақсатқа жете аласың. Бәрі өзіңді жеңуден басталады.